Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің макеттеу пәнінің мұғалімі Гарбек Камила Пердебекқызы. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы эскиз салу. Сабағымыздың білімділік мақсаты студенттерге эскиз, силуэт, ырғақ және пропорция туралы танымдық мағлұмат беріп, білімдерін тереңдету. Тәрбиелік мақсатымыз студенттерді шеберлікке, кәсіби білімділікке, әдемілікке, сәндікке баулу, іскерлік дағдысын қалыптастыру. Дамытушылық мақсатымыз студенттердің адам дене бітімінің әсемдігін, үйлесімділігін анықтауда білім, білік дағдысын қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Сурет жеңіл өнеркәсіп дизайнерлерін кәсіби даярлаудағы міндетті іргелі арнайы пән. Сурет жалпы костюмдер дизайнының арнайы мәселелерін шешуге көмектеседі және сән индустриясы саласындағы маманның бүкіл дизайнерлік қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Эскиз дегеніміз пропорцияны сақтай отырып, көз мөлшерімен қолдан орындалатын жұмыс. Эскиз деп өндірісте тек бір ғана пайдалануға арналған конструкциялық құжатты айтады. Сонымен қатар эскиз дизайнердің киімнің сәнді түрін жобалау жұмыстарының графикалық кезеңі. Эскиздердің бірнеше түрі бар. Олардың әрқайсының өзіндік тапсырмалары бар және олар әртүрлі детальдармен анықтайтын графикалық тәсілге ие. Енді эскиздерге толығырақ тоқталып өтетін болсақ, костюмнің болашақ пішінінің алдын ала суреттерін және оның негізгі ерекшеліктерін шамамен бейнелеуді фор-эскиздер деп айтамыз. Жұмыс эскиздері. Өздеріңіз суреттен байқап тұрғандай, жұмыс эскиздері костюм формасының силуетін, пропорциялар мен бөлшектерін, сондай-ақ оның конструктивті негізін дәл жеткізетін схемалық суреттер. Жұмыс эскиздерінің екінші атауы техникалық эскиздер. Және де бізде шығармашылық эскиздер бар. Олар киімнің жалпы формасын ғана емес, сонымен қатар оның жеке элементтерінде өте егжей-тегжейлі суреттей отырып, үлкен форматтағы қағазға салынған модельдер не болмаса коллекциялар. Осылайша дәл қазір мен сіздерге эскиз салу техникасын түсіндіріп кететін боламын. Сонымен біз эскиз салу үшін алдымен осы киім киетін фигураны дұрыс көрсетуіміз керек. Және де фигураның қандай үлгіде тұруын анықтау қажет. Фигура салуда ең алдымен басты салу үшін сопақша етіп үлгілеп алыңыз. Ары қарай пропорцияны сақтай отырып, тепе-теңдік сызықтарын тұрғызуыңызға болады. Алдымен дене мен иық сызығын сызып алып, иық аймағынан екі бұрышынан төменге қарай созып, белді көрсету үшін ортасына қисайып, содан кейін қайтадан төменге қарай бөксеге сызып кеңейтеміз. Нағыз адам денесіндегідей жауырын бөксемен бірдей болуы қажет. Белдің денеден және бөкседен кішірек болу керек екендігін тексеріңіз. Дененің ұзындығы шамамен 2 бас өлшемі болуы керек. Одан кейін аяқтардың саламыз. Аяқтар дененің ең ұзын бөлігі. Аяқтар 2 бөлікке бөлінеді. Сан, яғни бөкседен тізеге дейін, және балтыр, тізеден тобыққа дейін. Есіңізде болсын, дизайнерлер әдетте модельдің биіктігін денеге қарағанда ұзынырақ аяқтарды салу арқылы арттырады. Қол салу барысында білекке қарай салып бастаймыз. Яғни нақты адамның қолына қарағанда сәл ұзартыңыз. Сондықтан модель стильдендірілген, әдемі әсер қалдырады. Соңында саусақтарды да қосыңыз. Мойын мен бастың эскизін салуда модельдің мойыны иық енінің 3/4 бөлігі және бел ұзындығының жартысы болуы керек. Басты сіз таңдаған үлгіге пропорционалды және табиғи болып көрінетіндей етіп салыңыз. Енді сіз киім дизайнын суреттеңіз. Нақты не жасағыңыз келетін, оны ұсақ түйекке дейін суреттеңіз. Дизайн эскиздерінің мақсаты сіздің дизайн идеяларыңыздың ең жақсысын ұсыну болғандықтан, сіздің эскизіңіз әдемі,
әрі батыл көрінуі қажет. Яғни өмірдегі киім үлгісіндей нақты болуы керек. Және де матаның құрылымын суреттеуге тырысыңыз. Оны тегіс және өрескел, тығыз не болмаса жұмсақ етіп жасаңыз. Эскизді шынайы етіп көрсету үшін білезки мен түймелер не болмаса аксессуарларды қосыңыз. Дәл осылай эскизіміздің жақсы орындалуын контурлардың, тондар мен түстердің дұрыс үйлесімі мен сызықтардың дұрыс ара қатынасымен ерекшелеу арқылы аяқтаймыз. Сабағым сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.